Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен мен Айғаным. Бүгін сіздермен өте тәмді, жұмсақ болып шығатын сүзбелі бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де видео рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майға қант қосып, сары майы ерігенше жақсылап миксерлейміз. Оған жұмыртқаны қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Алдын ала електен өткізілген ұнға 1 шай қасық қопсытқышты қосып, массамызға 3 бөліп қосамыз. Себебі біздің қамырымыз қатты болып қалмау керек, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын. Қамырымызды 2 бөліп табамызға орналастырамыз. Барлығы видеода көрсетілгендей 2 бөліп бірінші табамызға жайып шығамыз. Одан кейін екінші кішкене бөлікті шет-шетіне бір келке етіп орналастырамыз. Шанышқының көмегімен тегістеп шығамыз. Біздің қамырымыз дайын, салмасы дайын болғанша қамырымызды холодильникке салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Сүзбеге қант қосып, жақсылап араластырамыз. Оған 1,5 қасық қаймақ және де жұмыртқа қосып, сүзбеміз әбден езілгенше жақсылап миксерлейміз. Біздің салмамыз дайын, қамырымызға салмамызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің сүзбеміз дайын, жасалу жолы өте оңай, баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет.